Елімізде бастапқы жарнасыз ипотека беріледі. Бағдарлама әскери және күштік құрылым қызметкерлеріне арналған. Бастапқы жарна талап етілмейді, несие мөлшерлемесі 9%. Қатысушылар тек жаңа үйлерден пәтер сатып ала алады. Астана мен Алматыда пәтердің ең жоғарғы бағасы 36 миллион теңге, өңірлерде 30 миллион теңге. Ал егер 20-50% көлемінде жарна төлей алсаңыз, 80 миллион теңгеге дейін үй алуға мүмкіндік бар. Сондай-ақ дайын пәтер сатып алғысы келетіндерге бөлек әскери баспана бағдарламасы ұсынылады. 17 қарашадан бастап екі бағдарлама іске қосылады. Біріншісі әскери баспана, екіншісі Наурыз әскери. Әскери баспанаға тоқталып кетейік. Бастапқы жарна 20% болады, ипотека 18% беріледі, тек қана екінші нарықтағы үйлерге. Несие 50 миллионға дейін беріледі. Бағдарламаға қатысу үшін банкке барудың қажеті жоқ. Несие беру тізім арқылы жүргізіледі. Оны министрліктер мен күштік құрылымдар жасайды. Тізім дайын болған соң ғана тұрғын үй төлемін алушылар банкке барады. Онда қызметкерлердің аты жөні тексеріліп, содан кейін өтінім қабылданады.